Серік Сәпиевті өзінің қол астындағы орынбасары ұрды. Қарағанды қаласында спорт саласындағы басшылар жаға жыртысып қалды. Олимпиада чемпионы, еліміздің мақтанышы боксшымыз Серік Сәпиев қазіргі уақытта Қарағанды облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы. Ал оған атылып жұдырық жұмсаған азамат өзінің орынбасары, самбодан Азия және әлем чемпионы Дәурен Есімханов екен. Оқиға 21 қаңтар күні Бұқар Жырау көшесінің бойында болған. Полицияның мәліметінше сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Соның қорытындысы бойынша Сәпиевке оның денсаулығына қандай зиян келгені анықталатын болады. Алайда әзірге жанжалдың неден шыққаны, неден екеуінің ерегісіп қалғаны туралы ақпарат тараған жоқ. Әліптің артын бағамыз.